Испанияда атышулы Реал мен Барселона ойынын әлем жұрты Эль Классико деп жатады. Қазақстанның Эль Классикосы оңтүстік астаналық Қайрат пен елордалық Астана клубтарының арасында өтті. Атлетикомен өткен матчқа қосалқы құраммен барған Станимир Стойлов команда күшін Алматыдағы ойынға сақтаудан қателеспеген секілді. Матч жанкүйері болған Серік Ноянбайұлы баяндасын. Күздің қара суығы бұл кеште орталық стадионға жиналған қызу қанды жанкүйерлер жүрегін суыта алмады. Ел чемпионатындағы азулы екі қарсыластың ойынында Қайрат қолдаушыларының басымдылығы байқалды. Стадионға жиналған 15 мыңнан астам жанның алдында футболшылар нағыз жанкештілік көрсетті. Жарақатына байланысты ойынға қосылуы екі талай болған Бауыржан Исламхан бірінші тайм басында алаңға шықты. Жиі ысқырық шалған төреші, жүйкелері жұқарған футболшылар, қолын сермеп әлек болған бапкерлер. Ұшқыр әрі ұтымды шабуылға иек артқан қос команда жасыл алаңда барын салды. Бірінші таймның соңында жеке шеберлігіне сүйенген Таңат Нөсербаев Қайраттық қақпашыны қапы қалдырып, маңызды голын соқты. Бала кезінде стадионда ойнатылатын көлікті ұтып алу үшін көрермен болып, кейін құмарлығы Қайратқа ауысқан бұл жанкүйер әлі де өз командасының жеңісіне сенімді болды. Қайраттың қайсарлығы жетеді бүгінгі ойында жеңуге. Не дегенмен Мадридтік Атлетикадан да мықтырақ командамыз деп ойлаймын. Өйткені Астана тіпті Мадридтік Атлетикаға екінші құрамын жіберген болатын. Қайратқа мінеке бірінші құраммен келіп ойнап жатыр. Алға Қайрат деген көптің айқайы екінші таймда төрешіге бағыттала бастады. Тұрпайлау сөздер, құлақ тұндыратын ысқырық. Астаналық футболшылардың уақыт созып, сүрінген жерінде жамбастап жатып алуы қайраттықтардың шамына тиді. Ішкі чемпионаттың шешуші ойыны біздің Эль Классико. Бұл жолы Атлетикаға қарсы екінші құраммен шығып, біраз сөзге қалған Стойлов шәкірттерінің асығы алшы түсті. Жарақаты сыр берген Исламхан, сұр мерген гол бұл кеште шарасыз еді. Қарымта шабуыл әрі сәтті қорғаныс арқасында Астана 0-1 есебімен жеңіске жетті. Екі жыл алды, Қайратты бұл чемпион болмай жүр. Енді Құдай бұрса, келесі жыл чемпион болады деп ойлаймыз. Бірақ бір Қайрат мықты болды, енді жиналған жоқ. Бүгін мақсатқа жеттік, маңызды ұпай алдық. Атлетикаға екінші құрамды шығаруым өзін ақтады. Еуропада сәтті өткізген санаулы матчтардан кейін бізді Реалмен теңеу қателік. Клубтың басшылығына және маған футболдың әліппесін үйретудің қажеті жоқ. Бұл менің қателігім. Соңғы уақытта жақсы жетілген Исламбек Қуатты алаңға шығармай, Исаэль арқылы ойын өрбіткіміз келді. Алда мүмкіндік бар. Тартысты өткен ойынның лебімен біреу мұңайды, біреу қуанды. Маңызды ұпайды қоржындарына салған елордалықтардың көңілі тоқ. Біз бүгін бапкер жүктеген міндетті орындауға тырыстық. Барынша тез гол салып, сол есепті ұстап тұрып, қорғану деген тапсырма болды. Жеңіске қуаныштымыз. Қайрат әзірге 2 ұпай айырмасымен көш басында. Астана алдағы 3 ойынды қатар ұтар болса, сөзсіз ел чемпионы. Бап пен бақ қатар шаба бермейтін бұл спорттың құдіреті сол. Жеңілсе де футболшыға деген жанкүйерлердің сөнбес махаббаты. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары.